Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жұмсақ дәмді күлше нан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет жылы су, жылы сүт, сұйық май, 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз және керегінше ұн. Ал кеттік бастайық. Бірінші суымызды, сүтімізді, сұйық майымызды ыдысымызға құйып аламыз. Құйылған сұйықтыққа тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып араластырамыз да кішкене ғана ұн себелейміз. Ұн себелегеннен кейін 1 шай қасық ашытқымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Енді қажетті мөлшердегі ұнымызды сала отырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Иленген қамырымызды 1,5-2 сағатқа жылы жерге ашуы үшін қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды, дайын қамырымызды 10 бөлікке бөліп алайық. Бөлінген бөліктерімізді домалақтап, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып, көтерілу үшін қойып қоямыз. Иленген бөліктеріміз 10 минут тұрды. Ал енді қатты ортасынан баса отырып, нанымыздың формасын жасауды бастайық. Жасалған нанымыз қатты көтеріліп кетпес үшін нан шұқығыш немесе вилкамен ортасын тесіп шығамыз. Тесілген күлшелердің бетіне әдемі, хош иісті және беті жұмсақ болу үшін 1 жұмыртқаны сындырып, беттеріне жағып шығамыз. Және менің әсел пешім өте қатты ыситын болғандықтан бетіне мақ себемізде 150 градусқа 15 минутқа нанымызды салып қоямыз. Ал енді біздің күлше нанымыз дайын. Күлше нан өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады.